Біздің жұмыс барысымызда көптеген ақпараттарды жедел жинақтауға тура келеді. Мұғалімдер, ата-аналар, оқушылармен сауалнама жүргізу, мұғалім, ата-ана, оқушы туралы ақпараттар базасы, пән бойынша тест құрастыру, БЖБ мен ТЖБ құрастыру. Міне осындай шағында үлкен сауалнамалар мұғалімге қиындық тудырады. Бір ақпаратты бірнеше рет толтыру және бірнеше рет көшіру мұғалімнің көп уақытын алады. Осындай қағазбастылықтан арылудың бірден бір шешімі Google формалар сервисі. Ал енді оқушылар ғажайып шеңбер әдісі арқылы үй тапсырмасын пысықтап алайық. Сұрау өсиеті бойынша ел тыныштығын сақтау үшін не істеу керек? Балаларына өсиет өлеңінде не айтты? Ал Мұрат, сен айта ал. Ешкім арасындағы бірлікте болу керек. Иә, дұрыс айтасың. Ең алдымен бірлікте ынтымақта болуымыз қажет. Жарайсың, отырамын. Ал енді оқушылар білімдерін орындау үшін сәйкестендіру ойыны. Бұл жерде 5 түрлі ақпарат берілген, соларды бір-біріне сәйкестендіреміз. Дұрыс ақпараттар. Кім айтады? Бірінші, арыстанбақ дейді. Мына жоғарыда тұрған 5 мәліметті қайсы сәйкес келіп тұр? Кім айтады? Қыдырәлі. Бүгін қазақ тілі сабағының адамның сырт келбеті мен мінезі бөлімі бағып қағуда көп мағына бар тақырыбын өтеміз. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? 6-шы сыныпта қазақ тілі пәні бөлім әлемдегі ірі кітапханалар тақырыбы ең үлкен, ең кіші, ең қымбат, ең ауыр кітаптар. Сабақты құрастырушы Түркістан облысы Шардара ауданы Аман Күнжал орталығы қазақ ерекшеліктерді ескеріп